Мен бағана Ержан Серікбаевты бекер айтқан жоқпын, 8 қырлы бір сырлы деп. Оның жүрген жері тек қана ән жазбайды, оның жүрген жері Қожа Насыр сияқты өзі. Өзі аңқау бұл, бір өзі ақ көңіл азамат қой екен. Бір күні жаңа Шымкенттен өді, Шырайлы Шымкенттен қой ол жігіт. Шымкенттен Алматыға келейін деп отырар пойызына отырады. Соң кірсе, купеде әп-әдем келіншек отыр екен. Әңгімеге жақсы екен ол келіншекті, енді соң әңгімелесіп отырып, енді бір-бірімен тіл табысып, жақсы шүйіркелесіп, бұрыннан танитын адам сияқты әңгімеден әңгіме біраз жолға келіп қалған. Содан кейін енді кеш уақыты болады ғой. Төсектерін салыпты да, ол ерекең былай қарап, ол кісі былай қарап жатып қалған ғой енді. Содан таңертең тұрады. Бірінші Алматыға жақындап қалады. Қараса ана келіншек ыдыс-аяғын бәрі жаңағыда жүктерін бәрін жинап шығайын деп отыр екен. Енді ойбай енді аяғына дейін жеткізейін дейді, бұл кісі деген сөмкелерін арқалап вокзалдан түсіріп бәрін жерге түсіріп береді ғой енді. Бұл кісі екінші вокзалға бару керек болған ғой, емесе үйіне дейін апарып тастайтын еді. Содан кейін ерлік қой анау деген, кеңдік, көңілді айтсашы. Содан жүріп барады, пойыз жүріп баратқан қайтадан мінге жолыңыз болсын деп кіріп, енді бір керемет жұмыс бітірдім деп бір рахаттанып келіп купені ашып қалса, бір женский туфли жатыр дейді жерде. Әйелдің туфли. Иә, әйелдің туфли. Содан кейін ой, ана кісі туфлиін тастап кетті ғой деп туфлиді ала салып жүріп баратқан пойыз, пәленше мына туфлиңіз қалып кетті деп терезеден лақтырып жіберді. Содан кейін деп мынанда бір жақсы бір сауабын алдым ғой, бір рахаттанып рахметін айтып қалады ғой деп үй купесіне кіріп есігін ашып қалса, екінші полкада бір қыз жатыр дейді. Чудан мінген ғой түнде, ұйықтап жатқанда. Сол екінші вокзал жақында қалған екен, енді ана қыз тұрады, туфли жоқ. Туфлиін іздейді. Ерекең өзінің туфлиіне қарайды, берейін десе келмейді. Содан кейін ары-бері қарап, содан кейін бірден мойындапты, қарындас, кешіріңіз, қуанғаннан туфлиіңіз терезеден лақтырып жібердік деп. Сөйтіп, ана қызға айтып бүйтіп, жағы айыппұл, ат-шапан жауап дегенде, ойбай қарындасым деп, содан кейін енді танысып, осындай Алматыға келе жатырмын, өлең жаздыруға келе жатырмын. Кімсіз? Осындай Ержан Серікбаев. Сіз мынандай, ой, менің ең жақсы көретін композиторымыз ғой деп қуанып, екеуі ең соңында қол таңбасын беріп құтылды.